Зафер мен Пайраз келісімге келеді. Пайраз прокурорға Бахри жайлы бар білгенін айтады. Керекті құжаттарын тапсырып шығады. Зафердің бұйрығымен баланы өлтірген адам Мұнтазға түсінік беріп мойындайды. Айшагүл түрмеден шығады. Пайраз күтіп тұрады. Екеуі біраз сөйлеседі. Енді келме, сені көргім келмейді деп Айшагүл ұрсады. Садридин келеді. Айшагүл кетіп қалады. Пайраз Синанға келеді. Синан, әке не болды, сен шынымен Бахри көкені алдадың ба деп сұрайды. Иә балам алдадым, мен енді кетуім керек, қоштасуға келдім деп айтады. Бегім мұңайып қайда кетесің деп сұрайды. Шетелге кетуім керек. Синан сіздерге аманат деп айтады. Үнсал мен жананда мұңайып тұр. Пайраз полицияға берген түсініктемесінің копиясын Бахриге жібереді. Бахрилер ноутбукқа салып тыңдайды. Пайраздың түсінігін тыңдап барлығы ашуланады. Біліп едім деп Садридинде ашула. Енді бәріміз түрмеге отырамыз деп барлығы ашуланады. Әкесі күшікті ұстап әкеліңдер немесе сол жерде өлтіріңдер деп айқайлайды. Айшагүл әкесін тоқтатып, ол бұны Синанды алу үшін жасады, тиіспеші деп жалынады. Сен білдің ба деп әкесі ұрсады. Айшагүл әкесінің райынан қайтпайтынын біліп есікті сыртынан құлыптап қашып шығады. Көлікке отырып Пайразға келеді. Пайраз үйінде өз-өзіне қол салмақ болып отыр. Айшагүл келеді. Жүр кеттік, әкем сені өлтіреді, олар жақындап қалды деп шырпыр болады. Пайраз есікті жауып қояды. Прокурорға хабарласып, Бахри Оманның ісін сәтті аяқтадым деп айтады. Ол прокурор, нені айтып тұрсың, мен ол істі жүргізбеймін. Мен ауысып кеткен дейді. Пайраз өзінің алданғанын түсінеді. Үйден атып шығып кетеді. Сыртқа шыққан кезде Садридиндер келіп қалады. Пайраз Айшагүлді кепілге алады. Жақындасаңдар Айшагүлді ата саламын деп Айшагүлдің көлігіне отырып қашады. Садридиндер қуады. Бірақ көз жазып қалады. Пайраздар бір супермаркетте қонып шығады. Таңертең Айшагүл үйіне қайтады. Бахри үйінде ашулы жүр. Таңертең барлығы отырып тамақтанып полицейлердің келетінін күтіп дайын отырады. Полицейлер келеді. Үйіне кіріп барлығын ұстайды. Полицейлер үйін тінтуге кіріседі. Бахри сейфін ашып көрсетеді. Сейфтің ішінде бір конверт жатыр, басқа ештеңе жоқ. Прокурор конвертті ашып көреді. Зафер мен Мұнтаздың суреттері екен. Мұнтаз, бұл фотошоп деп қорқып кетеді. Прокурор, сені жұмыстан шеттетемін, алып кетіңдер деп бұйырады. Мұнтазды бір полицей алып кетеді. Пайраз сыртта қарап тұр. Үйден қарудан басқа ешқандай құжаттар табылмайды. Барлығының қолына кісен салып үйден алып шығады. Бахри үйіне қарап қимай қоштасып тұрады. Бәрін бір көлікке салып алып кетеді. Пайраз қарап отыр. Үйде Соңгүл жалғыз қалады. Айшагүл теледидардан көреді. Бахрилерді қамап қояды. Осымен бәрі бітті ма, жолдың соңына келдік па деп сөйлесіп отыр. Садридин, балам әкесіз өсетін болды деп мұңайып отыр. Зафер бүкіл мафияларды жинап тойлап жатыр. Бахри Оманнан құтылдық, енді біздің күніміз туды деп шарап көтереді. Бір полиция арқылы Бахриге хабарласады. Біз сенің жағдайыңды естіп көңіліміз түсіп тойлап отырмыз, сенің достарында бар деп мәз боп тұрады. Сол кезде жанында тұрған сақалды Заферге пышақ сұғып алады. Тағы 3-4 адам келіп пышақтарын сұғып алады. Телефонды алып айтқаныңыз орындалды деп айтады. Бахри, өртеп жіберіңдер дейді. Сосын Пайразды да ұмытпаңдар деп қояды. Зафердің үстіне бензин шашады да өртеп жібереді. Зафер ойбайлап жатыр. Зафердің өмірі осымен бітеді. Содан олар Үнсалдың отбасын ұстап алып келеді. Айшагүл заттарын жинастырып елден кететін болады. Аэропортта ұшақ күтіп отырады. Пайраз естіп жүгіріп келеді. Айшагүлге жақындай бергенде әлгі мафия хабарласып шақырады. Пайразды ұстап әкетеді. Пайраз келген соң отбасын босатады. Пайразбен біраз сөйлесіп, өлтіріңдер деп бұйырады. Пайразды атпақ болып тұрғанда атыс басталып кетеді. Біреу алыстан көздеп барлығын ата бастайды. Түгел атып тастайды. Пайраз ғана қалады. Әлгі адам, Тапал мырза, Пайраз ғана қалды, не істеймін дейді. Тиіспе дейді. Пайраз не болып жатқанын түсінбей шығып әлгі адамға атады. Ол кетіп қалады. Бахрилерді сотқа әкеледі. Соты болып тергеу жүргізіліп жатқанға дейін барлығын қамауға алуға үкім шығады.
Соңгүл сыртта күтіп отыр. Айшагүл аэропортта әкесін теледидардан көріп отыр. Барлығын бір көлікке салып түрмеге әкетеді. Жолда келе жатқанда жүргізуші басқа жолға бұрылып кетеді. Алдындағы көлікте келе жатқан полицейлер іздейді. Бахрилерді бір топ адам күтіп тұрады. Барлығы сыртқа шығып, сендер кімсіңдер, не керек деп сұрайды. Олар, сізде Тапал мырзаның бір құжаты бар екен. Полицейлер тінту жүргізген кезде ол құжат табылмапты. Сол керек дейді. Бахри, барлығы полицияда деп айтады. Ана адам ашуланып сапердің аяғына атады. Мына жақтан екі полицей келеді да полиция деп атыс басталып кетеді. Бахрилер қашады. Аналар полицейлермен атысып жатқанда бахрилер қашады. Біраз атысып бұлардың артынан қуады. Сапер тоқтап, сендер кете беріңдер, мен жүгіре алмаймын деп қалады. Жүр деп қалдырғысы келмей біраз тұрып қалады. Содан қашады. Сапер әлгілермен атысады. Бір-екі адамын өлтіріп, соңында саперге оқ тиіп құлайды. Зулпхар мен Садреддиндер көмекке келеді. Адамдарды өлтіріп, жедел жәрдем шақырады. Солай барлығын түрмеге әкеледі. Сима бөлек түрмеде отыр. Саперді ауруханаға жатқызады. Айшагүл ұшып кетеді. Ұшақта отырып, Пайрас келеме деп қайта-қайта артына қараумен болады. Греция еліне келіп, жаңа өмір бастайды. Мұнтазды жұмыстан босатады. Ал Пайрас полицияға жұмысқа қабылданады. Соңгүл үйінде жүр. Бегім отбасымен шетелге кетеді. Пайрас жағалауда отыр. Айшагүлмен хабарласа алмай отыр. Сыртынан біреу қарап отыр. Телефонын алып, Тапал мырза, балаңыз жалғыз өзі мұңайып отыр деп айтады. 3 ай өтеді. Семаға Пайраздың полковник көршісі келеді. Пайрас сізге мына қағазды берді дейді. Пайрас құпия істі жүргізеді деген құжат екен. Артында қолдан жасалған деп жазылыпты. Сема қуанып қалады. Бахрилер түрмеде отыр. 5-еуі бір камерада отыр. Өз-өздерімен мәз болып отыр. Сема бір адвокатпен кездеседі. Ол адвокат, маған біреулер тыныштық бермей жатыр. Бахридің ісін жүргізбе деп қорқытты дейді. Мен жүргізбеймін, отбасым бар деп айтып кетеді. Сыртта адвокатты біреу күтіп отыр. Егер тыңдамай жүргізетін болсаң, өлдім дей бер деп қорқытады. Сема Бахриге хабарласып, бұлда кетті деп айтады. Бахри, бізбен ойнап жүрген кім деп ашуланады. Синан мен Бегім елге оралады. Айшагүл Грецияда қыдырып жүр. Бір жігітпен танысып, сонымен қыдырып жүреді. Бұл жаңа кейіпкер.